Жылқы жылының басында доллардың бағамы 150-ден 180 теңгеге бірақ өсті. Ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетовтің креслоға жаңа тағайындалған кезет. Бірақ халық жыл бойына ұлттық банк төрағасы қызметімен қош айтсын деді. Кесірінен теңге құнын жоғалтып, соған сәйкес тарифтердің де құны көтерілді. Ал биыл Петропавл нан тоқаш комбинаты 46 теңгелік нанның бағасын 65 теңгеге өзгерте салды. Кәсіпорын шығынымыз шашетектен деп ағынан жарылғанымен, ең соңында тағы да қарапайым халық жапа шекті. Сонымен бірге көгілдір отынның да шарықтауы халықтың қалтасын жұқартқаны анық. 2014-тің тамыз айында АИ-92 маркалы бензин 115 теңгеден 128 теңгеге көтерілсе, дизельдік отын 107-ден 115 теңгеге бірақ өсті. Бірақ тәуелсіздік күні қарсаңындағы еліміздің энергетика вице-министрі Ұзақбай Қарабалиннің мәлімдемесі халықты аз да болса жұбатқан сияқты. Өйткені министрліктің жарлығымен бензиннің бағасы қайта төмендеп, тамыз айындағы бағаларға қайта ауысты. Бірақ бензин бағасы төмендесе де жаңа жыл қарсаңында өңірлік автокөлік одағы қоғамдық көліктердегі жолақы құнында 65 теңгеге жоғарылатты. Бұл желтоқсан айында жарыса келетін қымбатшылықпен әрине халыққа қатты тигені анық. Ол жоғарылатқасын, значит, балалардың ақыл несін, зарпласын көбейту керек, пенсияны көбейту керек. И так жизненный уровень же низкий у нас. Согласно методике расчетов, кем дегенде жол жүру ақысы 80 теңге болу керек. Бірақ әкімдік 65-ке көтеруге ғана рұқсат берді. Кәсіпорындар 1 миллионнан қарызға кіріп отыр. Ал біздегі жаңа заң бойынша басқа да тарифтер 10%-ға көтерілсе, біздің тағы да жол құнын жоғарылатуға құқымыз бар. Жылдың басында доллар шарықтаса, желтоқсанда Ресей рублі бірден жарты құнын жоғалтып, қазір 3 теңгеге бірақ түсті. Теріскей жұрт үшін жағымды жаңалық болды. Өйткені Ресейдің көрші өңірлеріне барып, шоп-турлар ұйымдастырған тұрғындардың қарасы қалың. Бірі керек жарақты заттарын көтерме бағамен сатып алса, келесілері жаппай темір тұлпар айдап әкелді. Ал кейбірлері тіпті баспанамен қамданып алып жатты. Бір сөзбен айтқанда, бәрі арзан, бәрі тиімді. благодаря падению курса рубля, Рубль курсы төмендеуінің арқасында омбының жаңадан салынған үйінен 3 бөлмелі пәтер сатып алдым. Бар жоғы 2 миллион 300 мың рубльге ғана. Бұл шамамен 7 миллион теңге. Петропавлдағы 3 бөлмелі мұндай пәтерлердің өзі сәл қымбаттау тұрады. Айтпақшы ауысу жөнінде 2014 жылдың басты оқиғасы солтүстік Қазақстан облысын бар жоғы 1 жыл 4 ай басқарған Самат Ескендіров мамыр айында отставкаға кетті. Экс-әкім тұрғындардың есінде несімен қалды. Самат Ескендіров ауыл шаруашылығын дамытуға үлкен үлес қосты. Естеріңізге сала кетейік, оның алдында құрылыс басқармасының экс-басшысы Ратмир Усманов 10 мың ақш доллары парасымен ұсталынса, облыс әкімінің орынбасары Владимир Балахонцевте істі болған еді. 2014 жылы облысымызда халықты дүр сілкіндіріп шулатқан оқиғалар аз болмады. Солардың кейбіреуін таразылап көрген едік. Өткен жылдың желтоқсан айында Солтүстік Қазақстан облысы экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент бастығының бірінші орынбасары Жандос Ахметовті өз үйінің кіреберісінде баласының көзінше белгісіз біреулер атып кеткен еді. Оның өліміне қатысты түрлі болжамдар да айтылды. Қалай десек те кінәлілер анықталып, сот шешімі шығарылды. Бірақ Жандос Ахметовтың әкесі баласын не үшін өлтіргендігін, неліктен тергеушілер әлі күнге дейін тапсырыс берген адамның атын атай алмай отырғандығына қапаланады. Кто за всем этим стоит? Орындаушылардың артында кім тұр? Ұлым не үшін өлтірілді? Сонда тапсырыс берушілерге құқық қорғау органдарының күші келмегені ме? Тапсырыс берген адамның жазаланғанын қалаймын. Облысымызда орын алған аталмыш жол көлік апаттары жұрттың жағасын ұстатқаны белгілі. Әріптестердің жаназасынан бір көлікте келе жатқан 4 ауылдық әкімнің екеуі оқиға орнында көз жұмып, екеуі ауыр жарақат алды. Жыл соңында 2 пойыз бен жүк көлігінің қатысуымен болған ірі жол апаты да адам өліміне әкеп соқты. Пойыздағы 500-ге жуық жолаушы аман есен. Сауықтыру лагерінде өндірістік тәжірибе өтуге барған 38 жастағы университет мұғалімі Ербұлан Стабаев 3 келі жоғалып кетті. Жарты жылдай уақыт өтсе де әлі күнге дейін табылмады. Хочется сказать, что человек же это не иголка в стоге сена. Жердің астына кіріп кетуі мүмкін емес. Құпия түрде қалайша жоғалып кетеді ол. Біреу міндетті түрде көруі тиіс. Өйткені лагер аумағында адамдар да көп болды ғой.
Биыл Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Чапаевка селосының тұрғыны 25 мамыр мектеппен қоштасу кешінен кейін жоғалып кеткен еді. Өкінішке орай 11 сынып түлегінің өлі денесі табылды. Тағы да Жамбыл ауданындағы мектептің бірінен шу шықты. Бауман орта мектебінің мұғалімі оқушының кекілін кесіп, басына екіріктеп жазып бергені туралы естімеген адам жоқ шығар. Сот шешімі бойынша Қымбат Әсімжанова 1 жыл 6 айға шартты түрде бас бостандығынан айырылды. 2 жыл ағартушылықпен айналысуға тыйым салынды. Ал жәбірленуші сұраған 1 миллионның орнына 60 мың теңгені өндіріп алды. Көрінға дейін кесіп тастады. Сосын қазақша жазды, екілік деп жазды. Технология сабағында бізге не құлағымызды бұрды Қымбат Қайрекні. Мен документімді алып кет деді, басқа школға кет деді. Биылғы жылы облысымызда орын алған оқиғалар аз болмады. Кейбірін естеріңізге салдық, таразыладық. Келер жыл жағымды жаңалықтарға толы болсын, шешілмейтін мәселе болмасын. 2014 жыл білім, спорт және ауыл шаруашылығы саласында қандай жаңалықтарға толы болды? Ол жайында әріптесім Әсем Айтулова дайындаған бейнематериалынан тамашалаңыздар. Білім саласында да біраз жаңалықтар болды. Бұл жылы 11 жыл бойы жинаған еңбегін қорытындылайтын ЕНТ-ның жыры биыл да бәсеңдемеді. Петропавлдық оқушы Алматының сыра зауыты қашан ашылды деген сұрақпен келіспей, 11 жыл бойғы еңбегіміз зая кетті деп қынжылған болатын. Сыра зауыты қай жыл ашылды деген сұрақтар болды, келісемін. Өте көп сұрақтардың дұрыс жауабы жоқ, немесе бірнеше дұрыс жауабы бар. Сонда менің құрбыларым алтын белгіні ақтамай қалды. Ең өкініштісі оларға кейбірлеріне 1 балл жетпей қалды. Жалпы өңірлік түлектер ұбт нәтижелеріне көңілдері толмаған, негізсіз қойылған, не дұрыс жауабы болмаған сұрақтар көптеп кездесті дейді. Ал Алматының сыра зауыты қашан ашылды деген сұрақпен келіспеген оқушы ақыры білім министрінен кешірім сұрады. Мүгедектердің де құқығы біраз бұзылды 2014 жылы. Мүгедектерді қоғамнан алыстатпаңдар деген елбасының тапсырмасын облыстағы бірқатар аудандық жұмыспен қамту бөлімінің басшылары басқаша түсінген болу керек. Мүгедектерді аяды ма? Кім білсін, әйтеуір тек қағаз жүзінде ғана зағип жандар жұмыс істейтін болып шықты. Оларға тиесілі заттарда иелеріне жетпеген көрінеді. Нәтижесінде бір Солтүстік Қазақстан облысының өзінде ғана 150-ден астам мүмкіндігі шектеулі жандардың құқығы бұзылған екен. Города Петропавловск у нас есть имеется инвалид, который Петропавл қаласында жарым жанды курьер болып жұмыс істейді деген. Бірақ анықтағанымыздай қала тұрғыны аяғынан тік тұра алмайтын болды. Есеп берген тұлғалар қала мекемелерінің бірінде қызмет атқарады деп жалған есеп толтырған. Көктем мен күздің соңғы айлары да біраз әбігерге салды солтүстік тұрғындарын. Көкпекті мен Атбасарды жайлап кеткен көктемгі тасқын Петропавлға да жеткен болатын. Сол кезде Есіл өзенінің деңгейі шамамен 8 метрге дейін көтеріліп, саяжайдағы үйлер су астында қалған еді. Ал күздің қолайсыз ауа райына биылғы жылдың астығы да шыдас бермеді. Қар астында қалған бидай шаруаларды біраз шығынға батырды. Убирать или не убирать. Біз не істерімізді білмейміз. Қазірдің өзінде шығынға баттық деп айта аламын. Сонымен қоса әр тоннасына белгіленген бидайдың құны да өзіндік құнынан 5-6 мыңға төмен. Сары алтынның қадірі биыл болмаған өкінішті әрине. Керісінше басшылар жаңа жылды қадірлегені соншалық қаланың орталығындағы бас шыршаны анау-мынау емес 9 миллион теңгеге алған екен. 60 мың светодиоды бір мезетте жарқырап, LED экран арқылы түрлі құттықтаулар жазылатын бұл шыршаға шаһар тұрғындарының көңілі толмайтын көрінеді. Мұндай жасанды шыршаның орнына ескі болса да бұрынғы шыршамыз табиғи әрі әсерлі көрінетін дейді. По телевизору показывали, что ставят в каком-то городе настоящую елку, да? Ну, маленький можно было на трубу повтыкать, что ли? Это что, смотришь, как пирамиды. Не знаю, может, в каждом веке по-разному. Қымбат, енді не істейсің? Қымбат. 8 миллион, конечно, куда это? А если ставить настоящую, например, из питомника, может быть, это будет намного дешевле и намного красивее. Керісінше 2014 жыл біздің спортшыларымыз үшін өте сәтті болды. Үкілеп үміт артқан спортшыларымыз үмітімізді ақтады. Жас өрен толқындарымызда биіктерден көріне білді. 17 жасынан қолғап киіп жұдырықтасып жүрген 2007 жылы кәсіпқой боксқа ауысқан Жанат Жакиянов жерлесіміз биылғы жылдың 8 қарашасында Филиппин елінің өкілімен шаршы алаңға шығып нокаутпен жеңгені баршамызға мәлім. Бұл жекпе-жекке біраз дайындалған Жанат ел туын биікте желбіреткен болатын. Алдымызға мақсатымыз енді WBC версиясында мен бірінші
тәжірибеге көтердім. Енді иншалла ендігі келе жатқан 2015 жылы сол бибігі боксасады деп ойдамыз. Қазір декабрьде бәрі белгілі болады. Қашан келесі жекпе-жек болады. Сонымен қоса, ақ олимпиадада Роман Креч, Дмитрий Бабенко, Қайрат Қанафин өңір намысын қорғады. Өкініштісі сол, жерлестеріміз биікке көтеріле алмады. Есесіне жазғы Азия ойындарында Маргарита Мұқашева мен велошабандоз Алексей Луценко алтыннан алқа тақты. Оңтүстік Кореяның астанасында өткен самбодан әлем біріншілігінде қазақ қызы да ерледі. Теріскейлік Назгүл Маратова төрткүл дүниені өзіне қаратып самбодан әлем чемпионы атанды. 2014-тің ортасында солтүстік Қазақстан облысына жаңа әкім болып, Қазавтожолды басқарған өңірдің тумасы Ерік Хамзалы Сұлтанов тағайындалды. Жарты жылда ол жүзеген хоккей корттарын ұйымдастырумен және де бұқаралық спорттағы ерекше ықыласымен есте қалды. Теміржолшы мамандығынан облыс әкімі дәрежесіне дейін көтерілген Ерік Сұлтанов алдағы уақытта істен шыққан барлық тас жолдарды ретке келтіреміз деп сөз берді. Ал нәтиже уақыттың еншісінде.